Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар? Бүгін сіздермен салауатты өмір салты, яғни жақсы өмір тақырыбында подкаст қозғайтын боламыз. Сіздермен бірге мен Неманова Хусинара, мен Ганиев Юнус, мен Ақтай Бекзат, мен Базарбай Ағила, мен Ақтай Райымбек. Біз бұл подкастта салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану, зиянды әдеттерден арылу деген тақырыптарды қозғаймыз және де кеңінен талқылайтын боламыз. Сіздің ойыңызша салауатты өмір салтын ұстанудың басты қағидалары қандай және өмірде қандай қағидаларды ұстанасыз? мен Базарбай Ағила. Бұл сұраққа жауап беретін болсам, салауатты өмір салтын ұстанудың басты қағидалары: жалпы салауатты өмір салты әр адамның денсаулығын нығайтып, өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған өмір сүру дағдысы. Бұл тек дене саулығын сақтау ғана емес, рухани және психологиялық тұрғыдан да тепе-теңдікті қамтамасыз ететін кешенді ұғым. Денсаулық әрбір адамның басты байлығы, сондықтан оны қорғау мен нығайту үшін дұрыс өмір салтын ұстану қажет. Салауатты өмір салтын негізгі: дұрыс тамақтану, белсенді қозғалыс, зиянды әдеттерден бас тарту. Салауатты өмір салтының маңызды қағидаларының бірі дұрыс тамақтану. Адам ағзасы қажетті дәрумендер мен минералды тұрақты түрде қабылдау керек. Табиғи және пайдалы тағамдарды тұтыну, көкөністер, жемістер, дәнді дақылдар, ет, сүт өнімдерін және теңіз тағамдары ағзаға қажетті қоректі заттарды береді. Күнделікті тамақтану тәртібі: адам күніне 4-5 рет тамақтанып, әрбір тамақтану кезінде қажетті мөлшерде ақуыз, көмірсу және май қабылдауы қажет. Жалпы белсенді қозғалыс және дене шынықтыру керек. Қозғалыс адам ағзасының дұрыс жұмыс істеуіне қажетті басты факторлардың бірі. Денені белсенді ұстау салауатты өмір салтының ажырамас бөлігі болып табылады. Спортпен шұғылдану, жүзу, жүгіру, фитнес, велосипед тебу сияқты физикалық белсенділіктер денсаулыққа оң әсер еткізеді. Зиянды әдеттерден бас тарту. Салауатты өмір салтына зиянды әдеттерден бас тарту да жатады. Темекі шегу, алкогольдік шамадан тыс пайдалану және есірткі заттарын тұтыну денсаулыққа орасан зиянын тигізеді. Темекіден бас тарту: темекі шегу өкпе ауруларын, жүрек-қан тамырларының жүйесінің бұзылуына және ауруларды туындырады. Нашақорлыққа қарсы тұру, алкогольді бас тарту ағзаның барлық жүйелеріне кері әсерін тигізіп, бауыр мен ми қызметін әлсіретеді. Жалпы тиімді күн тәртібін сақтау және де дұрыс ұйқы керек. Салауатты өмір салты денсаулықты нығайтуға, өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған кешенді жүйе. Ол дұрыс тамақтану, белсенді қозғалыс, зиянды әдеттерден бас тарту, психикалық тепе-теңдікті сақтау және тиімді күн тәртібін ұстану сияқты қағидалар негізделген. Бұл қағидаларды ұстану адамның физикалық және психикалық жағдайына оң әсер етіп қана қоймай, оның жалпы өмірлік белсенділігін арттырады. Денсаулық ең басты байлық болғандықтан, әрбір адам оны сақтау үшін өмір салтын реттеу керек. Салауатты өмір салтын ұстану арқылы ұзақ, бақытты және мағыналы өмір сүруге болады. Ал сіз зиянды әрекеттер дегенде нені түсінесіз? Зиянды әдеттерден бас тарту өмір сапасын қалай жақсартады? Сәлеметсіз ба? Менің аты-жөнім Ганиев Юнус. Бүгінгі подкасттың тақырыбы жақсы өмір, салауатты өмір салты деген тақырыпта сөйлейтін боламыз. Зиянды әдеттерден бас тарту өмір сапасын қалай жақсартады деген сұраққа жауап беретін болсақ, қазіргі таңда көптеген жастар темекі және түрлі сусындар, энергетиктарға қызығушылықты қатты білдіруде. Және бұлардың бәрі денемізге кері әсерін тигізуде. Мысалы, темекіні қарайтын болсақ, ол темекі адамның қан құрамын бұзады және өкпеге өте қатты зиян тигізеді. Темекіден түрлі ісік аурулары және ісік дегеніміз раковый опухольдар, онкологиялық аурулар туады. Және ол тек қана шеккен адамға емес, оны барлығымыз білгеніміздей қоршаған ортаға да, қасымыздағы адамды да улайды. Және түрлі сусындарға келетін болсақ, ол энергетиктар. Энергетиктар біздің жүрегімізді әлсіретеді және есте сақтау қабілетімізді түсіреді. Қазіргі таңда энергетиктардың көптеген түрлерін білеміз. Мысалы, оларға Горилла, Red Bull, Elite Energy дегендерді жатқызуға болады. Және бұлардан да көп түрлері бар. Ал егер біз бұлардан барлығынан басымызды тартсақ, бұлардың бәрін
шектетсек, сол кезде біздің қан құрамымыз да дұрысталады және денсаулығымыз да дұрысталады. Қалай болады десек, мысалы темекіден кейін қанның құрамы бұзылады ғой. Мысалы мен биологиялық жағынан кетсек, біздің печень дейміз ғой. Печень ол бүкіл затты өндіреді. Мысалы ол печень өндіретін заттардың ішінде ол неде бар? Никотин. Ол көп бөлінбейді, енді адамның қан құрамына байланысты белгілі бір мөлшерде өндіреді. Ол біз мысалы темекі шеккеннен кейін ол сырттан келген соң печень оны айтамыз ғой, никотинін өндіруді тастайды да, оны сырттан алған соң оған қатты көңіл бөлмегендіктен, сосын мысалы темекіні тастайсың ғой, ол никотин бітіп қалады да, адамның андай тарту дейміз ғой, желание болады. Ол тастағаннан кейін 1-2 аптадан кейін печень оны қайттан өндіріп бастайды. Бұл биологиялық жаққа кетіп қалдық. Және зиянды әдеттер, енді бәріміз білеміз ғой, дұрыс тамақтанбау деген. Бәрі рациональный тамақтану керек, оған және дұрыс тамақтану керек. Бүкіл фастфуд деген майлы тамақтарды шығарсақ, мысалы денсаулыққа жақсы болады да. Денсаулық зорбайлық дейміз ғой, сөйтіп айтсақ. Осы айтқым келгені, қазіргі таңда көптеген жастар салауатты өмір салтын ұстанбайды деген ойдамын. Өйткені көптеген жаман әдеттер салауатты өмір салтына кері әсерін тигізеді, және ол кері әсерін тигізумен болашақта түрлі жаман ауруларға әкеп соғады. Осы тыңдап назар салғандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздермен бірге болған Ганиев Юнус. Дене белсенділігі адамның физикалық және психикалық жағдайына қандай ықпал етеді? Мен бұл сұраққа былай жауап бергім келіп тұр. Дене белсенділігі адамның физикалық және психикалық денсаулығына жан-жақты оң әсер етеді. Ол ағзаның жұмысын жақсартып қана қоймай, адамның көңіл-күйі мен өмір сапасын арттыруға көмектеседі. Физикалық денсаулық әсері: бірінші, жүрек қан тамыр жүйесін нығайтады. Дене белсенділігі жүрек бұлшықетін күшейтіп, қан айналымын жақсартады. Бұл гипертония, инфаркт және инсульт қаупін азайтады. Екінші, иммунитетті күшейтеді. Тұрақты қозғалыс ағзаның қорғаныс қабілетін арттырып, әртүрлі ауруларға қарсы тұруына көмектеседі. Үшінші, бұлшықеттер мен сүйектерді нығайтады. Жаттығулар бұлшықет массасын арттырып, сүйек тығыздығын сақтауға ықпал етеді. Остеопороздың алдын алады. Төртінші, зат алмасуды жақсартады. Белсенділік метаболизмді жылдамдатып, дұрыс тамақтанумен үйлескенде дене салмағын бақылауға көмектеседі. Бесінші, созылмалы аурулардың алдын алады. Қант диабеті, семіздік, артрит сияқты ауруларды даму қабын азайтады. Психикалық денсаулық әсері: көңіл күйді көтереді. Дене қозғалысы кезінде эндорфиндер бөлініп, адам өзін бақытты әрі жігерлі сезінеді. Екінші, стрессті азайтады. Жаттығулар жүйке жүйесінің оң әсер етіп, күнделікті күйзелістерден арылуға көмектеседі. Үшінші, ұйқы сапасын жақсартады. Белсенді адамдардың ұйқысы терең әрі тыныш болады. Төртінші, зейін мен есте сақтау қабілетін дамытады. Физикалық белсенділік миға оттегінің дұрыс таралуына қамтамасыз етіп, когнитивті функцияларды жақсартады. Бесінші, өзін-өзі бағалауды арттырады. Дене сымбатының жақсаруы адамның өзін-өзіне деген сенімін күшейтеді. Және қорытынды, дене белсенділігі физикалық және психикалық сақтаулықты нығайтудың маңызды факторы. Ол жүрек жұмысын жақсартып, иммунитетті күшейтеді, стрессті азайтады, көңіл күйді көтереді және ойлау қабілетін жақсартады. Тұрақты түрде спортпен айналысу адамның өмір сапасын арттырып, ұзақ және дені сау өмір сүруге көмектеседі. Сондықтан кез келген адам өзін күн тәртібіне физикалық белсенділікке енгізу қажет. Дұрыс тамақтану денсаулыққа қалай әсер етеді? Және де сіздің ойыңызша қаншалықты дұрыс тамақтанған дұрыс?
салауатты өмір салтында дұрыс тамақтану сұрағына тоқталатын болсақ, жалпы дұрыс тамақтану денсаулыққа оң әсер етеді. Өйткені бұл ағзаның барлық қажетті қоректік заттармен қамтамасыз етілуін қамтамасыз етеді. Оның негізгі пайдасы біріншіден бізде иммунитетті күшейтеді. Дәрумендер мен минералдарға бай тағамдар ағзаның инфекцияларға қарсы тұру қабілетін жақсартады. Және екінші, ас қорыту жүйесін жақсартады. Талшыққа бай тағамдар ішек жұмысын реттейді, ал дұрыс тамақтану асқазан ішек ауруларының алдын алады. Үшінші, бізде энергия деңгейін арттырады. Пайдалы көмірсулар мен ақуыздар денеге қажетті қуат береді, шаршауды азайтады. Төртіншіден, бізде жүрек, қан тамырлары денсаулығын жақсартады. Майлы және зиянды тағамдарды азайту арқылы жүрек ауруларының қаупі төмендейді. Бесінші, салмақты бақылауға көмектеседі. Теңгерімді тамақтану дұрыс метаболизмді сақтауға және артық салмақтың алдын алуға ықпал етеді. Алтыншы, психикалық денсаулыққа әсер етеді. Пайдалы майлар мен дәрумендер ми қызметін жақсартып, көңіл күйді реттеуге көмектеседі. Яғни бұл бізде дұрыс тамақтану ұзақ әрі сапалы өмір сүрудің маңызды бөлігі болып табылады. Жалпы дұрыс тамақтану және өзімізге пайдалы салауатты өмір салтын бәріміз бірге ұстанайық. Сіздермен бірге болған Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті инженерия факультеті АБА 311 тобы.